Бүгін сіздермен тәуелсіз еліміздің жаңа тарихында айрықша із қалдырған бір алқаптай арада уақыт 2025 жыл жайында әңгіме өрбітпекпіз. Бұл жыл Қазақстанның дүниежүзілік дүрмектің шетінде ғана бақылаушы болып қалмай, оның жүрек таласар ортасына айналған кезеңі болды. Жер-жерде жеңіс жаңғырығын жеткізген айтулы оқиғалармен, әлем назарын өзіне аудартқан тұлғалармен, келешек ұрпақтың жадында жаңғырып тұрар тағдырлы белестермен мәнді де мағыналы жыл ретінде тарихқа жазылды. Бұл жылы еліміз қандай оқиғалармен әлем алдында мақтана алады? Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб арнасын көріп отырсыздар. Егер арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып алыңыз. Бұнда мен ел тағдырына әсер ететін маңызды мәселелерді ашық айтып, күрделі саясат пен экономиканы қарапайым тілмен түсіндірем. Олай болса, кеттік. Әңгімеміздің әлқисасын спорттан бастау орында. Өйткені биыл дәл осы аламан бізге жүректі тербеп, жанды шымырлатқан ең әсерлі сәттердің бірін сыйлады. Тарихта алғаш рет Қазақстанның маңдайлы клубы Қайрат әлем футболының алыбы мадридтік Реалмен бетпе-бет шықты. Бұл жай ғана ойын емес, бұл бүкіл елге мүмкін еместің өзі мүмкін деген сенім ұялатқан айрықша асу болды. Әлемнің әйгілі комментаторлары қазақ командасының өрнекті ойынын жоғары бағалап, футбол мамандары бұл матчты отандық футбол үшін жаңа дәуірдің табалдырығы деп атады. 2025 жыл өнер өлкесінде де өзгеше өрлеу жалынына айналды. Қазақстан алғаш рет жаһандық концерт картасында нық қадам басып, Астана мен Алматының сахналары Дженнифер Лопес пен Backstreet Boys секілді дүниежүзіне танылған жұлдыздарды қарсы алды. Халық лық толы стадион, бұрын сонда болмаған деңгейдегі шоу, Астана аренадағы алып алаңның дүрлігі, мұның бәрі ел мәдениетіне тым-тыныс жаңа рух сыйлады. Өнерпаздардың өзі қазақ көрерменнің ең қуатты, ең жанкешті аудиторияның бірі деп жоғары бағалады. Әңгіме өнерге ойысқанда әрине қазақтың маңдайына біткен мақтаны Димаш Құдайбергенді атап өту мүмкін емес. 2025 жылы ол Лондон, Париж, Дубай қалаларында жеке концерттерін өткізіп, тағы бір мәрте әлемді мойындатты. Әсіресе Лондондағы The O2 аренадағы кеш ерекше дүрбелең туғызды. Зал кернеп тұрғанша толды. Шетелдік басылымдар қазақ феномені жайлы жарыса жазды. Мұндаған тыңдарман Димаштың дауысын тыңдап, Қазақстанды бұрынғыдан да жақын тани түсті. Димаш осылайша әлемдік сахнаның нағыз супер жұлдызы әрі қазақ мәдениетін биікке көтеріп жүрген тұлға екенін тағы да айқын дәлелдеді. Ал 2025 жыл тек мәдениет пен спорттың өрлеуімен ғана ерекшеленген жоқ. Бұл саяси салада да салмағы зор, тарихқа таңбасын басқан кезең болды. Сол айтулы оқиғалардың ішінде ең биігі Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ақш-қа жасаған ресми сапары. Онда Ақ үй басшысы Дональд Трамп қазақстандықтарға президенттеріңіз өте жақсы адам екен деген баға берді. Вашингтондағы келіссөздер цифрландыру, энергетика, қауіпсіздік, инвестиция және жасанды интеллект секілді стратегиялық бағыттарды қамтып, екі ел ынтымақтастығын жаңа белеске көтерді. Сарапшылар бұл сапарды соңғы жылдардағы ең өзекті әрі ықпалды дипломатиялық қадамдардың бірі деп бағалауда. Ел ішінде де мазмұны терең, мәні зор, басқосулар аз болған жоқ. 2025 жылы Ақорда төрінде әлемнің 17 мемлекет басшысы ат басын бұрып, делегациялармен бірге 25-ке жуық ресми топ Қазақстанға келді. Осылайша еліміз аймақтың қауіпсіздік, энергетика, технологиялық даму және халықаралық саясат талқыланатын маңызды диалог алаңына айналды. Бұл Қазақстанға деген сенімнің артқаның, біздің сөзіміздің салмағы мен бастамаларымызға деген қызығушылықтың нақты көрінісі. Енді әңгімемізді технология әлеміне қарай бұрсақ. Бұл өріс те биыл Қазақстанға жаңа тыныс, жаңа серпін әкелді. Астанада жасанды интеллектке бағытталған кемел әлем AI орталығы ашылып, әп-сәттің ішінде орталық Азияның технологиялық тамырына айналды. Ал ең көп әңгіме болған жаңалық Telegram негізін қалаған Павел Дуровтың дәл осы орталықта өз зертханасын ашуы. Ол мұнда жасанды интеллект
құралдарын және мессенджерлердің жаңа буын технологияларын әзірлейтін ерекше зерттеу кеңістігін құрды. Бұл сала үшін шын мәніндегі сенсация. Себебі мұндай деңгейдегі тұлғалардың Қазақстанды таңдап, ел болашағын осы жермен сабақтауы еліміздің дұрыс жолда келе жатқанын айқын нышаны. Жыл жаңалығының тағы бірі Геннадий Головкинге қатысты. 2025 жылы Triple G әлемдік ауқымдағы халықаралық спорт ұйымына басшылыққа тағайындалып, бұндай дәрежеге көтерілген тұңғыш қазақ атанды. Бұл зор мәртебе ғана емес, ел атынан жүктелген үлкен жауапкершілік. Бұл жаңалықта әлем аренасында қазақ спортшыларының беделі қандай биік деңгейде екенін тағы бір дәлелдеп берді. 2025 жыл Қазақстанды жаһанның шын мәнінде танып, мойындап, салмағын сезінген жылы болды. Біз өнер иелері, спорт жұлдыздары, технология көшбасшылары, ірі инвесторлар мен саясаткерлер қызыға қарайтын, ынтыға келетін мемлекетке айналдық. Бізге үлкен үміт артып, нақты мүмкіндіктермен байланыстырған жаңа деңгейдің есігі айқара ашылды. Енді ең қызығы, сіздің ойыңызша, 2025 жылдың қай оқиғасы сіздің жүрегіңізде ең терең із қалдырды? Пікірге жаза кетіңіз. Жасай арнасына жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше.